теңсіздікті шешіңіз. Түбірасында x квадрат алу 4x артық x алу 3-тен. Бұл иррационал теңсіздіктің оң жақ бөлігінде x алу 3 айнымалысы тұр. Сондықтан біз оның оң ба теріс пе екенін білмейміз. Екі жағдай қарастырамыз. Ең алдыменен x алу 3-ті теріс емес деп аламыз. Яғни x алу 3 артық немесе тең 0-ден. Анықталу облысы x квадрат алу 4x артық немесе тең 0-ден. Теңсіздіктің екі жағында квадраттайтын болсақ, x квадрат алу 4x артық x квадрат алу 6x плюс 9. Осы жүйені шешеміз. Жүйедегі екінші x квадрат алу 4x-тан x-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, x минус 4 артық немесе тең 0 теңсіздігін аламыз. Ал үшінші теңсіздіктегі x квадрат пен x квадрат жойылады, x барларды бір жаққа жинақтайтын болсақ, 2x артық 9 теңсіздігін аламыз. Бұл теңсіздіктер жүйесін шешеміз. x артық немесе тең 3, x артық 4,5. Бұл екеуінің ортақ шешімі x үлкен 4,5 болады. Себебі 4,5-тен артық сан 3-тен де артық болады. Ал x минус 4 артық немесе тең 0 теңсіздігін шешу үшін интервалдар әдісін қолданамыз. Сан аралығын бұл 2, 0 және 4 нүктелер арқылы 3 аралыққа бөлеміз. Минус x-тен 0-ге дейін, 0-ден 4-ге дейін және 4-тен плюс x-ге дейін. Осы аралықтағы таңбаны анықтайтын болсақ, минус x-тен 0-ге дейін плюс, 0 мен 4-тің аралығы минус және 4-тен плюс x-ге дейін аралықта плюс таңбасын алынады. Енді бізде x 4,5-тен артық болғандықтан 4,5-тің оң жағын белгілейтін болсақ, және интервалдар әдісі бойынша біз оң аралықты қамтитын жиындың бояйтын болсақ, екеуінде де ортақ шешім, яғни координаталық түзде астыда үстіде штрихталған бөлік 4,5-тен артық аралық болып табылады. Яғни x үлкен 4,5 болады. Енді екінші жағдайды қарастырамыз. Яғни берілген иррационал теңсіздіктің оң жақ бөлігінде теріс санып тұрған жағдайын қарастырамыз. Яғни x алу 3 кіші 0 деп аламыз. Бұл кезде x кіші 0-ден және тек қана анықталу облысын аламыз. x минус 4 үлкенде тең 0-ден. Жаңа интервалдар әдісі бойынша біз x минус 4 артық немесе тең 0 теңсіздігін қарастырып кеттік. Яғни ол минус x-тен 0-ге дейін және 4-тен плюс x-ге дейін аралық. Ал x кіші 0-ден ол 3-тің сол жақ бөлігі, яғни екі аралықтың қиылысуы ол минус x-сіздік пен 0 аралық болып табылады. Сонымен екі жағдайда x бірінші жағдайда 4,5-тен плюс x-ге дейін аралық, ал екіншісінде минус x пен 0-дің аралығы алынды. Осы екі жиынның бірігуі ол минус x пен 0-дің аралығы және 0-ді қоса алғанда және 4,5 пен плюс x-дің аралығы болып табылады. Соныменен бұл тапсырманың жауабы жауабы дұрыс жауап болып табылады. Яғни минус x пен 0-дің аралығы 0-ді қоса алғанда және бірігуі 2-ден 9-дан плюс x-ге дейін. Бұндағы 2-ден 9-ымыз жаңа біз шешкен кездегі 4,5-ге сәйкес келеді. Сонымен дұрыс жауабы